Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен түрік аспазы үйреткен өте бір ерекше тағамның рецептін көрсеткім келіп тұр. Сол үшін видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Бастаймыз. Тағамымызды дайындау үшін бізге керекті ингредиенттер: қайнатылған күріш. Мен алдын ала осылай дайындап алдым. Фаршымыз керек болады. Дәмдеуіштер, сәбіз, картошка, жуа. Енді сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша алсаңыздар болады. Болгарский перец и зелень керек болады. Енді біз ингредиенттеріміздің барлығын араластырып алатын боламыз. Ең бірінші қайнатылған күрішімізді осылай саламыз. Фаршымызды саламыз. И жуамызды майдалап турап қосамыз. Және зеленімізден аздап қосамыз. Дәмдеуіштерімізді саламыз. И жақсылап енді араластырып алатын боламыз. Перецтерімізді осылай дәл ортасынан бөліп, іштерін тазалап аламыз.
деген үміттемін. Менің видеомды қарағандарыңыз үшін рахмет. Және менің каналыма тіркеліп, маған лайк басып, мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.